Көрпеміздің бетін жинау үшін бізге ең бірінші осы 4 блогымызды, сырылған блоктарды ортасына қоямыз. Оның размері бізде 36-да 36 см, екі жақ шеттеріне 3-3 блоктан 12 см-ден құрақтарымызды қоямыз. Енді өзіңізге ұнайтын распорядокта, то есть құрақты түстеріне байланысты жаңағы өзіңіздің элементтеріңізді қосып, барлығын реттестіріп орналастырып аласыз. Бізге енді осының бетін жалғау үшін мына қатарды жалғау керек болады. Ортадағы қатардың барлығын бір-біріне жалғап аламыз. Жалғағаннан кейін мына 3 қатарды бір-біріне қосып, осы үлкен деталімізға қосамыз. Мына 3 қатарымызды қосып, детальға қосып, содан кейін барып шетінен жылжытып отырамыз. Бұны жалғау үшін бізге құрақтың элементтерін бетіне қаратамыз да лапканың бойымен немесе 0,5 см-де тігіс жүргіземіз. Мінекей бірінші блогымызды жалғадық. Енді дәл осы элементімізді бетіне қаратамыз және де тігісіміз жүргіземіз. Мінекей мен мына қатардың барлығын жалғап болдым. Енді мына 3 қатарды бір-біріне жалғаймыз да, сосын мына квадратымызға қосатын боламыз. Мінекей 3 құрағымыз жалғанды. Енді осының бетіне қаратамыз да, толығымен тігіс жүргізіп шығамыз. Екінші жақ шеті дәл солай, үшеуісін бір-біріне қосамыз да, осы квадратымызға жалғаймыз. Мінекей енді бізге мына 4 бөлігімізді осы квадратқа қосу керек болады. Бұл жерде бір ерекшелік, мына жердегі блоктарымызбен квадратпен сәйкесу керек. Яғни мына екі жерге біз инемен бекітіп аламыз, немесе прищепкамен, немесе көктеп тігіп алсаңыз болады. Осы жеріңіз дәл түсу керек. Және де келесі блогымыз соңғы блок бір-біріне түйісу керек. Осы жерге ине бекітеміз. Мінекей мен квадратым дайын болды. Бұрыштарымыздың барлығы түйісті. Енді дәл осы технологиямен келесі квадраттарымыздың барлығын бір-біріне қосып, жалғап шығамыз. Главное, мына блоктарымыздың ортасы бір-біріне дәл келу керек.